Міне балалар, пиццамыз дайын. Балалардың демалыс күнгі заказдары. Көптен бері пицца жеген жоқ, соған үйдің пиццасы тойымдырақ әрі дәмді деп үйден жасадым. Балалар помидор, басқа артық еш нәрсені ұнатпайды, сондықтан да тек сырмен. Өте дәмді, дәмін көрдім уже. Барлықтарың ас болсын балалар. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Біздің үйдің кішкентай бағбаны отпускіден оралып, мінекейіңіз гүлдің бәрін шашып тастапты. Міне мына жігіт, міне. Күлейін бе, жылайын ба, не айтайын, не айтасыз достар? Комментарийге жазып кетіңіздер. Міне гүлдің топырағын бәрін ақтарған, бүлдірген, шашқан. Болмайды саламат, болмайды. Болмайды. Мынау ағасы, қарамаған. Мынау інісі. Ағатайға бере ғой, фишкасын Ағатайға бере ғой. Міне, алдын негіз гүлге теспейтін еді. Бұл жолы деген енді сойқанын шығарған мына жердің. Тас-талқанын шығарып гүл шашып тастаппын келсем. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Міне Елмұратымның маған 8 наурызға сыйлаған сыйлығы, фетрден жасалған керемет дүние. Шәйнектің астына қоюға болады, немесе әдемілік үшін қойып қоюға болады. Қазақтың ою өрнегімен жасалған керемет сыйлық. Достар, 8-ші мейрамыңыздың 8-ші наурызларыңызбен құттықтаймын. 8-ші наурызларыңызбен. Достар, сәлем, қалдарыңыз қалай? Мынау Елмұратымның жасаған жұмысы. Қараңыздар, пластилиннен қандай аз уақыт ішінде тез жасап тастаған. Кухняда отырып